70-тен асқан әже 2 жылдан бері жоғарғы соттың алдында түнеп жүр. 2018 жылы үкімет өзі берген үйді енді қариядан тартып алмақ. Қолдан қайрат кетіп, самая ағарған шақта баспанасыз қалам ба деп баз кешіп жүрген кейуананың қазіргі күйі көңіл көншітпейді. Я, Камалова Жанилда Кусаиновна, супруга инвалида, приравненная к воинам, у Разымбетова Анламаса Байгобековича. Нахожусь возле Верховного суда, пикетирую уже 19-ю неделю 2018 года. На ноябрьские праздники нам дали квартиру. Вот Акимат, как он выдал квартиру, после в 19 января подает в Верховный суд. И в Верховном суде выносится незаконное постановление, которого я до сих пор обжалую уже 3-й год и не могу добиться. Атамыз Семей полигон аймағында қызмет атқарып, кейін радиация әсерінен денсаулығынан айырылып мүгедек атанды. Салдары енді ұрпақтарына тиюде. Пайғамбар жасынан асқан қария үйінен шыға да алмайды. Әженің жоғарғы сот алдында 2 жылдан бері жүргеніне жоғарғы соттың өкілдерінің көзі үйреніп кеткен бе, әйтеу біреуі де бұрылып қараудан қалған. Құрғақ уәдемен шығарып салып жүргендеріне 2 жыл болды. Если в 2012 году среди 7, а на Верховном суде он находится 277 очередь. 2018 жылы 27 сәуірдегі қаулы бойынша 27 адам, яғни әскери қызметкерлер, мемлекеттік қызметкер қайтарымсыз пәтер алуына құқылы делінген. Тізімде тұрғандар Ұлы Отан соғысының ардагерімен теңестірілген ақсақал ала алмай отырғанда неге мемлекеттік қызметкерлер алуы керек деген сұраққа олар Семей полигонның құрбандары деп қысқа қайырды. Заңгер осы іс бойынша бас прокуратура мен антикорға хабарласып, Оразымбетовтің құқығын қорғауды талап етіп еді. Антикор тіпті арызды қабылдаудан бас тартқан. Ал бас прокуратура болса соттасыңдар деп кеңес бергенді. Данная супружеская пара обратилась ко мне в феврале 2020 года. Изучив их материалы дела, я сказала о том, что, вы знаете, оба вы относитесь к категории социально уязвимых слоев населения, вы оба пенсионеры, к тому же ваш супруг является инвалидом, приравненным к участникам ВОВ. Поэтому ваши права должны защищать никто иной, как Антикор и Генеральная прокуратура. Он заселился, живет в ней. Они в 2019 году сами подают и начинают вводить в заблуждение суд, утверждая, будто бы его очередь 277, и он не должен нарушать чужие права, он должен ждать в порядке очереди. Но хотим отметить, что согласно закону о льготах, 11 статья гласит, что лица, приравненные к участникам ВОВ, имеют право получения жилья в первую очередь, если они не использовали данное право. Дана Елеужанова 2019 жылдан бері соттың табалдырығын тоздырып келеді. Айтуынша өзі жоқтың көзі жоқ деп сапармен кеткен кезінде бөгде біреулер баса көктеп кіріп, пәтерін еленіп алған. Бір емес, 5 соттан жеңіп шығып, жоғарғы сотқа келгенде тауы шағылды. Я сужусь с 2015 года, у меня есть 5 решений судов района, городского, которые все в мою пользу были, где было признано, что квартира является моей. Данная квартира мне принадлежит с 2015 года. В 2015 году я получила на нее ключи, сделала в ней ремонт в квартире, поставила, установила всю мебель, технику. В декабре 2019 года, когда в момент моего отсутствия мою квартиру взломали, и в нее заселилась... У него на руках 2 договора от одного числа, понимаете, от одной даты. Теперь в одном договоре в ходе следствия говорит, мы оформили договор задним числом. Это уже априори должно быть для суда, что этот договор можно считать недействительным. Айтып айтпай не керек, осыншама бассыздықты көріп үнсіз отыра алмаған елтірегі ақпараттық орталығы жоғарғы сотқа ресми сауал жолдаған болатын. Баспасөз бөлімінің қызметкері 7 күнде жауап береміз деп құтылды. Жабулы қазан жабық күйінде қала ма, әлде шындықтың беті ашыла ма? Бұл уақыт еншісінде елтірек арнасынан жаңалық күтіңіздер.